Рауан бағдарламасы өз жұмысын тікелей эфирде жалғастырады. Бүгінгі біздің тілге тиек етіп отырған тақырыбымыз «Анамның тілі ардақтым менің» деп аталады. Осы тұста келесі біздің студиямыздың қонақтарымен таныстырсақ деген ойым бар. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп жүрген тіл жанашырлары деп артық айтпағандығым болар. Амангүл Жанғазиева Қазақ түрік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс беретін оқытушы, және де Алуа Есенбаева республикалық тіл дарын 2011 байқауының жеңімпазы, бас жүлдегері. Студиямызға қош келіпсіздер. Енді Рауан бағдарламасының алғашқы дәстүрлі сұрағы: таңертеңгілік көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет, жақсы. Өте жақсы. Таңертеңмен біздің студиямызға келу сіздерге қиындық соқпаған болар? Жоқ. Жақсы көңіл күймен, бүгін тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына арналған мемлекеттік тіл күніне арналғандықтан өте қуанышпен келіп отырмыз. Енді біздің студиямызға келудегі негізгі мақсаттарыңыз бар екенін білеміз. Сүйінші хабарларыңыз да бар, сонымен бөлісе отырсаңыздар. Қазір үш тұғырлы тіл, елбасымыздың үш тұғырлы тіл саясатын жоғарыға асыру мақсатында республикамызда соңғы жылдары үш тілді білу мақсатында тіл дарын 2011, былтыр 2010 бағдарламасы республикалық олимпиада жүріп жатқан. Сол біздің биылғы облыстық деңгейде бірінші орынды жеңіп, менің сүйкімді шәкіртім Алуа республикалық тіл дарын 2011 олимпиадасына қатысып бас жүлдені алып келіп отыр. Бұл біздің облысымыздың қуанышы. Бәрекелді. Осы тұста Алуа, өзіңе сұрақ. Осы тіл дарын 2011 олимпиадасындағы негізгі ерекшеліктер, қиындықтар болды ма? Осы жөнінде тоқталсаң. Әрине, тілім өссе мен де бірге өсемін, тілім өшсе мен де бірге өшемін демекші. Біріншіден, тіл дегенне, яғни менім үшін тіл деген ұғымды түсіндіріп кетсем. Әрбір халық үшін тіл деген ол әр халықтың өзіне тән парасатын, ой-өрісін, салт-дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін күре тамыры. Қазіргі таңда біздің қазақ тіліміз ол біздің тәуелсіздігіміздің басты нышаны, бастапқы іргетасы болып табылады. Сол себептен де қазақ тіліні және де басқа да біздің сарабдал саясаты мен жүзеге асқан жолдауы, биылғы болашақтың іргесін бірге қалаймыз атты жолдауда біздің елбасымыз үш тұғырлы тіл туралы жазып кеткен, және де сол жолдауды жүзеге асыру мақсатында тіл дарын атты олимпиада өтті, және де мен соған қатысушысы болдым. Жамбыл облысында бірінші облыстық деңгейде болды, кейіннен оның бірінші орын иегері болғандықтан республикаға жолдама алдым. Оның ерекшеліктеріне тоқтала кетсек, ол жақта әрине біріншіден шарттары туралы айтсам, ол жақта 18-29 аралығындағы адамдар қатысты. Әрине ол кәсібіне, мамандығына ештеңеге байланысты емес. Сен мамансың ба, кәсіпкерсің ба, студентсің ба, білімгерсің ба, мүмкін мұғалімсің ба, бастапқы шарт үш тілді меңгерген, жеттік білетін жас. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілді жеттік меңгерген жас болу керек деген. Сол себептен бардық, бірінші облыстық деңгейдегі олимпиада өтті. Ол жақта да 20 адамның 18-і мұғалімдер болды. Сондықтан бастапқы енді қорықтың, өйткені олар жасымен де үлкен, тәжірибесімен де үлкен деп ойладық. Бірақ осылай жолымыз болып барымызша дайындалдық. Ата-анамыз, мұғалімдеріміз бар жағдайды жасады. Сол себептен де осылай нәсіп болып республикаға жолдама алдық. Бәрекелді. Енді бүгінгі Рауанның тақырыбы өздеріңізге мәлім, анамның тілі ардақтым менің деп аталады. Өз ойларыңызды білдіре кетсеңіздер. Ұрпағы өз тілінде сөйлемеген тілдің өз тілінде сөйлей алмаған ұрпағын ұлты әрқашанда биік болмақ деп ойлаймын. Мен әрқашанда өзін осы тілді меңгеру, тілді игеру және оны қасиеттеп барынша қолдану өзінің басты мақсатым деп ойлап келем. Мынау бір кездері ақын Мағжан Жұмабаев былай деп жырлап кеткен екен: тарап кеткен бабаларыңды бауырыңа, ақ қолыңмен тарталарсың сен тілім деп айтып жырлағандай, бұл егемендігіміздің ең басты тірегі тіл. Осы мемлекеттік тілді тек қана қазақ жастары ғана емес, қазақстандардың барлығы меңгеріп, бір тілде болашақта барлығы елбасымыздың биылғы жолдауында айтылғандай, болашақ елбасын бір қалаймыз. 2020 жылға дейін барлық 100% сөйлейді деп болжап отыр ғой. Лайымы солай болсын. Сондықтан мемлекеттік тілді меңгеру әрбір қазақстандар үшін зор міндет қой деп ойлаймын.
Соның куәсі ретінде біздің колледжімізде өзі қатар 4 тіл оқытылады, соның ішінде мемлекеттік тілге аса назар баса аударылады. Сондай-ақ тағы да бір нәрсені айтқым келеді, енді көп тіл болғандықтан күнделікті бір араласып сөйлегеннен кейде шұбарланып кетуі де мүмкін. Сондықтан ана Қадыр Мырза Әли атамыздың тағы да мынандай сөздері ойыма оралып тұр: ана тіл арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп, тілді білгенде де, осы алуаларға да ылғи айтып отырамыз, тілді білгенде де әр тілді өзінің керек жерінде, қажетті жерінде сөйлеген дұрыс, шұбарламай, арымызды, тіліміз шұбарламау басты мақсат қой деп ойлаймын. Алуа, енді жаста болсаң, саған сұрақ қойғым келеді. Қазақ тілінің көсегесін көгертуді біз бүгінгі күнде бәрімізде соған жұмыс деп жатырмыз, жабыла. Өзің қандай ұсыныстар білдірер едің? Әрине, бұл бастапқы мәселе әрбіріміз үшін ұлы борышымыз, парызымыз қазақ тілін білу, оны құрметтеу, және де қазіргі таңда қазақ тілінің өзінің бір мәселесі болып отыр. Ол яғни өзінің мәртебесі мүмкін жеткілікті бір дәрежеде емес сияқты. Сол себептен басты мені мазалайтын мәселе бұл қазіргі қазақ балаларының өзінің ана тілінде сөйлемеуі. Қазақ тілін біле тұрып, мүмкін басқа тілге еліктеуі деген бір мәселені көтергім келіп отыр. Сол себептен де бастапқы біз өзімізден бастасақ дегім келеді. Егер де әр қазақ, бәріміз қазақша сөйлеп, оны мәртебесін көтеріп құрметтесек, өзге ұлтқа да қазақ тілін үйрен, мемлекеттік тілімізді сыйла деп айтуға мүмкіндігіміз болады деп санаймын. Сол себептен бастапты өзімізден бастайық демем. Бәрекелді. Қазақ-түрік колледжінің ұжымында осы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру бағытында Торқалы тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына байланысты атқарылып жатқан іс-шаралармен бөліссеңіз. Рахмет. Осы біздің Қазақ-түрік экономикалық колледжінде 4 тіл оқытылғанмен аса мемлекеттік тілде. Оның куәсі ретінде айтамын, осы биыл ғана осы қыркүйек айынан бастап бірталай осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына, тілдер күндеріне, тағы да әртүрлі іс-шараларға байланысты тілдер мерекесіне орай көптеген іс-шаралар атқарылып жатыр. Сол іс-шаралардың барлығында біздің колледжіміз жақында ғана Абай атындағы педагогикалық колледжде тәуелсіздік тірегі тіл деген атты үлкен байқау болды. Ол байқауда біздің 4 номинацияның 4-еуінен де біздің студенттеріміз бірінші орынды иеленді. Одан кейін 7 қарашада медициналық колледжде тәуелсіздіктің тірегі нышаны, тағы да тіл атты үлкен байқау болды. Колледждердің арасында онда да біздің 2-ші орынды алдық. Ол байқау атқарылып жатқан жұмыстардың бар өзге ұлттардың арасында. Сондықтан біздің колледжде бұл жол 2-ші орын алып отырмыз. Тағы да айта берсек, республика көлемінде осыдан 2 жыл бұрын менің Хурил Александр деген оқушым осы Алуа сияқты республикадан орын алған болатын. Қазір ол кісі Астанада қызмет етіп жүр. Жақында ғана мақтанышпен айта аламыз, президентіміз оның қолына үлкен қазақ тілінің мәртебесін көтергендік үшін, таза қазақ тілінде сөйлегені үшін ол кісіге алғыс хат ұсынды. Міне сондай біздің енді көп тілді үйретіп жатқандықтан әрине басқа ұлттарда, басқа өзіміздің осы облыс көлемінде де айтып жатады, сіздерде араласып кете ме деген, ол заңды сұрақ. Соған біздің мемлекеттік тілдің басшыларымызға да, біздің директорымыз Невзат Мырзаға да көп рахмет. Әрқашанда осы мемлекеттік тілге ұстаздарға жағдай жасап, студенттерімізді барлық іс-шарамыз қазақ тілінде, сонымен қатар басқа тілдерді қатар алып отырамыз. Бірақ күн тәртібінде ең бірінші мемлекеттік тіл. Оған менің қасымдағы ұстаздар да өз үлесін қосады. Сондықтан тәуелсіздің тірегі тіл ғой, сондықтан біз өз үлесімізді мейлінше қосудамыз. Бәрекелді. Әңгімемізді осы жерден байланысқа шыққан көрерменнің сұрағымен немесе оймен жалғастырсақ. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Мына бір туралы өлеңім бар еді, оқып берейін. Мархабат. Айта беріңіз, біз тыңдап отырмыз. Техникалық ақауларға байланысты көрерменіміз үзіліп кетті. Алдағы уақытта міндетті түрде байланысқа шығады деген үміттеміз. Алла, енді бұл тілдәрін 2011 олимпиадасының бас жүлдегерісің. Бұл конкурстың, олимпиаданың жалпы негізгі мақсаты қазақ тілін, орыс тілін және ағылшын тілін білу болып табылады ғой. Бірақ кей кезде өзге ұлт өкілдері көп қатысады бұл байқауға. Менің білуімше, барлығы бірдей меңгере бермейтін жағдайды өзім біліп куә болдым. Биылғы
Олимпиада қай деңгейде өтті? 2008 жылдан бастап бұл тіл дарын олимпиадасы өтуде, және де биыл 4-ші жылы өтті. Биылғы мен қатысқанымда өте жоғары деңгейде өтті деп санаймын, өйткені ояқта өте тәжірибесі мол, білімді, білікті мамандар қатысты. Ояқта әрине аға оқытушылар болды, ағылшын пән мұғалімдері болды. Олардың бәрі өз білімдерін жоғары деңгейде көрсетті деп санаймын. Өзге ұлттар өкінішке орай биыл қатыспады, мен көрмедім. Бірақ басқалар туралы айтатыным, олар үш тілді де шынымен жетік меңгерген. Әсіресе менің байқағаным ағылшынды өте жақсы меңгеріп, жетік сөйлеп, ауызекі сөйлеуі өте керемет дамыған деп айтсам болады. Студиямызға келіп, әсерлі әңгіме жүргізгендеріңізге сіздерге мыңда бір алғыс. Осы орайда көрермендерге таңғы тілектеріңізді білдірсеңіздер. Осы сіздердің рауан бағдарламаларыңызды пайдалана отырып, ұлы Әулие-Ата жерінің халқына, Қазақстан халықтарына осы бүгінгі тәуелсіздігіміздің биылғы 20 жылдығымен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Еліміздің байрағы желбірей берсін, әрқашанда мемлекеттік туымызды әрбір азамат, әрбір қазақстандықтар көтере берсе деген ниеттемін. Рахмет сіздерге. Алла, енді үш тілде бізге сайрап береді деген үміттемін. Енді бастапқы әрине ана тілімде сөйлесем, қазақ тілім еткені. Тәуелсіздік көкжиегінде туған тіліміздің рухы асқақтап, туы биіктей берсін. Бастапқы және де болашақ әрбіріміздің өзіміздің қолымызда. Сол себептен болашағымызды жарқын етейік, ағайын. Әрбіріміз атсалысып, халқымыздың адал қызметкері болып, азаматшасы болып, бірге дамытайық деген келеді. Дорогие зрители, телезрители, давайте все вместе будем развивать нашу прекрасную страну и делать все, чтобы создавать все условия, чтобы наш государственный язык обрел свой суверенитет, как бы свой истинный статус, и чтобы наша независимость была вечной. Ladies and gentlemen, I want to congratulate you with the independence of our republic. It is a great holiday each of us, and let's make our future the best. Бәрекелді. Ал біз сіздерді әсем әннің аясында студиядан шығарып саламыз. Рахмет. Бақытты біз қазақ еліміз, жақұтты жазира жеріміз, береке бастауы төріміз, елім менің. Қазақстан тыныштық тынысы, ойысқан сансыз ұлт ұлысы, жарысқан ынтымағырысы, елім менің. Жаңа ғасыр аттанысын Қазақстан, жаңа ғасыр асқарысын Қазақстан, жаңа ғасыр мақтанысын Қазақстан, елім менің, жерім менің. Ұлы байрақ таратылған Қазақстан, дархан болып жаратылған Қазақстан, әлемдіктен таратылған Қазақстан, елім менің, жерім менің, Қазақстан. Егемен еркін ел өркенді, жайқалған жер үйіп өркенді, мақтаныш етемін өлкенді, елім менің. Қазақтың нұр болып ғасыры, ел бастап ерекше асылы, атағын әлемге асыры, елім менің. Гордость моя и твоя, Казахстан, мира и дружбы оплот, Казахстан, сердце и братья наш Казахстан, счастье страна, моя земля. Песни поем для тебя, Казахстан, миру примером ты стал, Казахстан, предков великих земля Казахстан, родина дружбы,